Баршаңызға сәлем. Бүгін тары мен талқаннан пирог жасаймыз. Ыстық сүтімізді алып жарты кесе тарыны бұқтырып қоямыз 15-20 минутқа. Талқанымызға қантымызды қосып, бөлме температурасындағы майымызбен араластырамыз. Талқанымызды стаканмен тегістеп шығамыз. 20% 300 грамм сметанаға 150 граммдай сгущенка қосып, үстіне қант қосамыз. 200 граммдай қант қостым. 2 жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Жаңа жарты кесе тарымыз ыстық сүтке пісіп 1 кесе болды. Бәрін қосып жақсылап араластырамыз. Талқанның үстіне начинкамызды құйып шығамыз. 180 градуста 30-35 минутта піседі. Дәмі өте керемет, жұмсақ. Өз қалауларыңыз бойынша бетін әсемдесеңіздер болады. Ас болсын.